Сәлем достар, бүгін біз өте нәзік, жұмсақ, қытырлақ круассан дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Круассанымызды дайындау үшін бізге 200 мл жылы сүт және де 200 мл жылы су қажет. Сүттің де судың да жылы болуы шарт, себебі біздің круассанымыздың қамыры үлпілдек болып көтерілуі үшін. Сұйық массамызға қантымызды, шымшым тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз және осы сұйық массамызға ашытқы салатын боламыз. Менде құрғақ ашытқы. Сіздер жасаған уақытта ашытқыларыңыздың свежий болғаны маңызды, себебі ашытқы ұзақ уақыт тұрып қалған болса, біздің қамырымыз дұрыстап көтерілмей қоюы мүмкін. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін целлофанмен жауып, шамамен 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Себебі жылы жерде тұрған кезде жақсылап біздің апарамыз көтеріледі. Яғни дайын болған уақытта оның бетінде көпіршіктер, яғни қалпаша пайда болады. Достар, міне бізде 20 минут уақыт өтті. Яғни бетінде көпіршіктері пайда бола бастады. Біз оны жақсылап араластырып, жұмыртқа салатын боламыз. Яғни менде бұл жерде бір жұмыртқа және де тағы бір жұмыртқаның белогы, яғни ақуызын салдым. Екінші жұмыртқаның сарыуызы, ол менде круассаны бетіне жағуына қолданамын. Яғни сұйық майымызды қосып, ұнымызды салып, жақсылап қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Шамамен ұнымыз 700-800 граммдай ұн кетті. Яғни толық мөлшерін видео астына описаниеге жазатын боламын. Яғни осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамырымызды илеп, бөлме температурасына 30-40 минутқа қойып қоямыз. Яғни менде қамырым көтерілді. Яғни оны бір басып, қайтадан 5-10 минутқа қойып қойдым. Екінші рет осылай қамыр дайын болған кезде оны алып, алдымен 2 бөлікке бөліп алдым. Және де осы бөліктерді кішкене бөлшектерге бөліп, дайындап қойдым. Менде бұл жерде шамамен 10 кішкене бөлшектер шықты, себебі енді олардың біз әрқайсысын шамамен 24 сантиметр диаметрде жайып шығатын боламыз. Әрқайсысын жақсылап жайып, ортасына сары майымызды, немесе маргарин болса, сізде маргаринді жақсаңыз болады. Яғни біз майды ертіп алмаймыз, себебі жаққан кезде ол ортасынан шығып кетуі мүмкін.
сондықтан мейлінше майларымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Біз келесі қамырымызды жақсылап жайып, бірінші жайылған қамырдың үстіне салатын боламыз. Яғни барлығы бір диаметрде болғаны дұрыс. Дәл осылай барлығын кезектестіріп, жайып, ортасындағы майларын жағып, бірінің үстіне бірін салатын боламыз. Міне біз қамырымызды толықтай жайып болдық. Оның үстіне, ең соңғы бөлігінің үстіне біз май жақпаймыз. Соңғы бөлігінің үстін біз осылай қосып, барлығын біріктіріп жаятын боламыз. Шамамен 3-4 мм көлемінде болады біздің қамырымыз. Жақсылап жайып аламыз. Және оны видеода көрсетілгендей етіп бөліп шығасыздар. Бөліктерге бөліп аламыз және әрқайсысының ішіне менде начинкасына буренка сгущенкасын салдым. Начинкасын салғаннан кейін шетін, яғни жан жағын жақсылап тұрып басасыздар, яғни біздің салмамыз ағып кетпеуі керек ішіндегі. Көрсетілгендей етіп, жақсылап орап, дайындап қоямыз және противенге салып, бағана қалдырған жұмыртқаның сары уызымен бетін жағатын боламыз. Және де қызып тұрған 180 градуста 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне осылайша біздің круассанымыз дайын. Сіздермен болған Айжан, сау болыңыз.